Сәлем қыздар. Сәлем. Каналға қош келдіңіздер. Мінекей бүгін біз грузин халқының роллы баклажанды және асқабақты роллысын дайындайтын боламыз. Бұл өзі қазір ресторандарда, тойларда мінекей 2 жылдан бері хит боп келе жатқан закуска. Өте дәмді болады. Бүгін соны дайындаймыз. Оған негіз керегі міне асқабақ, баклажан, мінекей осындай қылып тураймыз. Шамамен 5-7 миллиметр. Аса қатты жұқа болып кетпесін, аса қалың болып кетпесін. Міне осылай қылып тураймыз. Оған керегі мінекей ұн. Ең бірінші ұнға ұнатамыз. Одан кейін жұмыртқа жақсылап езілген, жақсылап тұрып араласқан. Одан кейін темперный сухари, мынау. Сонымен бірге чеснок талған майонез, мынау творожной сыр, мынау салатный лист, салат жапырағы, помидор, фетакса сыр. Қыздар, мына творожный сыр мен мына фетакса міндетті түрде емес. Ол ресторандарда да кейбір клиенттар, той иелері бұдан отказ беріп жатады. Міндетті түрде емес. Оның орнына жаңағы помидор, осыларды салсаңыз болады. Мына жерде мінекей 9 ингредиент тұр. Сол 2 ингредиентті алып тастасаңыздар да болады. Міндетті түрде емес. Қазір мінекей баклажанды ең алдымен тураймыз. Мен осылай қылып тураңыздар. Қыздар айтпақшы, каналға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Болашақта етті өте жұмсақ қылып асудың, тез пісірудың, жаңағы кәрі малдың етін, сол туралы эксперимент сіздердің алдарыңызда жасайтын боламын. Сол туралы экспериментті. Мінекей, ісімізге көшейік қайтадан. Жұмыртқаны жақсылап тұрып мінекей араластырдым. Ал жаңағы неге баклажанға ешқандай тұз салмайсыздар. Тұзды осы майонезге салып араластырыңыздар. Тұзды майонезге ғана салыңыздар. Баклажанға сеппеңіздер. Баклажан өйткені құрғақ болсын. Ұнға аунатқатын себебімізде сол баклажан құрғақ болсын деген мақсатпен ұнға аунатамыз баклажанды. Мінекей майонезімізді дайындап алдық. Енді баклажанды және асқабағымызды алып, ең алдымен ұнға бір аунатып аламыз. Жоқ, мына духовкамыз дайындап алайық ең алдымен. Пергамент қағазын ең бірінші майлап жатырмын мен. Қыздар, бір қолымда телефон тұрғандықтан маған кішкене ыңғайсыздау болып тұр. Бір қолдарыңызбен ұстап тұрып, бір қолмен майлайсыздар ғой енді сіздер. Мен қазір 2 түрлі етіп пісірам, қыздар. Біреуін майға қуырамын, біреуін осы духовкаға пісірам. 2 түрлі способ дейді ғой. Мінекей мына майға қуырамын. 2 түрлі способпен жасаймын қазір роллыды. Қыздар, анау дәмді, мынау дәмсіз деп айтуға болмайды. Өйткені әркімнің вкусы әртүрлі. Кейбіреуге духовка ұнайды, кейбіреуге майға қуырылған ұнайды. Ең бірінші мінекей баклажанымды алып, ұнға, кәдөлгі ұн бар ғой, сол ұнға бір жағын ғана малып алдым, кептіріп, малып алдым. Содан кейін жаңағы араласқан жұмыртқаға бір малдым. Енді темперный сухари. Темперный сухари деген ол кез келген супермаркеттерде сатылады. Темпер деген сөзді ұмытпасаңыздар, кемпір деген сөз естеріңізде болса болды ғой, тының орнына кіні қоя саласыздар. Міне ұнға аунаттым. Енді жұмыртқаға бір аунатып аламын. Бір жағын ғана, қыздар. Жұмыртқаға. Енді темперный сухари. Қыздар, сосын айырмашылығы, мына духовкаға пісірген кезде, міне көрдің, қараңыздар, мінекей темперный сухариге аунатқан жағын жоғары қаратып қоямын. Духовкада пісірген кезде. Ал майға қуырғанда керісінше төмен қаратып, майға бірінші сол жағын қуыратын боламын. Жаңағы сухариға аунаған жағы бар ғой, сол жағын
бірінші қуыратын боламын. Мінекей асқабақ қолымдағы менің. Ұнға ұнаттым, жұмыртқаға ұнаттым, сухарикке ұнаттым. Содан кейін оны мен духовкаға 15 минутқа қоямын. 170 градусқа қызып тұрған духовкаға 15 минутқа қоям. Қыздар, әркімнің духовкасы әртүрлі, сондықтан кішкене өздеріңіз білесіздер, кішкене может көбірек қоясыздар, мүмкін азырақ қоясыздар деген сияқты. Енді майға қуыру процесін жасайық. Тура сол сияқты, мінекей, ұнға ұнаттым, жұмыртқаға ұнаттым, бір жағын ғана. Сухарға бір жағын ғана. Енді майға апарып салғанда қызып тұрған майға көрдіңіздер ме? Бірінші аунаған жағын салатын боламыз. Өзі дайын болған кезде өзі кішкене сарғайып белгілі болады. Газдың асты тым қатты болып кетпесін, тым ақырын болып кетпесін. Ақырын болса майды сорып алады, қатты болса күйіп кетеді. Сырты күйіп, іші піспей қалуы ықтимал. Қыздар, каналға жазылып, кішкентай ғана қоңыраушаны баса кетіңіздер. Мінекей қазір бұл ресторандарда міне уже 3-ші жыл, биыл 3-ші жыл жүріп жатыр, хит болып жатыр. Осыны барлығы заказ береді тойларда. Көбі заказ береді адамдар, өйткені адамдарға ұнайды. Және өз дастарханды да сондай бір әдемі қылып көрсетеді. Қыздар, міне дайын болды. Духовкадағы да пісті. Және майға қуырғаным да қуырылып дайын болды. Енді бұны орау процесін бастаймыз. Ең алдымен жаңағы тұздалған, чеснокталған майонезімізді жағамыз. Ішіне, іш жағына. Сухар жағы сыртында тұр. Ол әдемілігі үшін малып алдық қой сухарикке. Міне іш жағына жақтық. Творожной сыр. Творожной сыр, қыздар, міндетті түрде емес. Бұл негізі қымбат өзі жалпы. Міндетті түрде емес. Онда егер творожной сыр жоқ болса, онда майонезді кішкене көбірек жағып жіберіңіздер. Онда тұрған ештеңе жоқ. Одан кейін мынау салат жапырағы. Салат жапырағы болмаса, қыздар, кәдімгі көкшөп бар ғой, басқада аскөктер. Соларды да қоссаңыз болады орнына. Мінекей қазір фетакса сырды мен алып ортасына саламын. Бұл асқабақ, қыздар. Асқабақтың ортасына сыр, баклажанның ортасына помидор. Мінекей сондай әдемі болады. Сондай дәмді болады. Петрушка, укроп қойсаңыздар болады, егер мына жапырақ жоқ болса, салат жапырағы жоқ болса. Ал баклажанның ортасына помидор.
Мінекей қыздар, грузиндердің роллы дайын болды. Қазір енді біз бұны бетін әдемілейтін боламыз. Помидормен әдемілеген жақсы көрем. Мен помидорды жуып сүртіп, енді осы помидордан роза гүлін жасайтын боламын. Сіздерге тағы бір рет бір видеомда көрсеттім ау деймін, осы бауыр туралы, бауырды қалай қуыру туралы видеомда осы помидорды көрсеттім ау деймін сіздерге. Мінекей помидорды түбінен бастап, картошка сияқты үзбей айналдырып аршимыз. Үзбей айналдырып отырып аршимыз түбінен бастап. Қазір бетіне келген кезде үзе саламыз. Әні бетін көріп тұрсыздар ғой. Аха, сабақ өсетін жерін. Сол жерге келгенде үздік. Енді жөндеп аламыз. Енді тура осылай, тек қана ішіндегі помидоры жоқ, ішіндегі помидоры бар болған кезде қалай айналып тұрып еді, тура солай орнына қоямыз. Сол кезде тура бір раушан гүлі сияқты болып шыға келеді, өзі қып-қызыл, әп-әдемі. Мен өзіме осы оформление қатты ұнайды. Мінекей, раушан гүліміз дайын. Бетіне қоямыз. Жан-жағына осы раушан гүлдің жапырағы сияқты қылып бір аскөктір қойсаңыз болады. Міне қыздар, өте дәмді, астарыңыз дәмді болсын. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Пока!